Баршаңызға сәлем. Қазір мен Google дискке кіріп, егер де Google аккаунттарыңыз жоқ болса, создать аккаунт деп басып, мына жерге аты жөндеріңізді жазып, далее батырмасын басып, ары қарай өздеріңізге аккаунт тіркеп алуға болады. Ал менде аккаунт бар болғандықтан, мен войти батырмасын басамын мына жерде, және мына жерге почтамды теремін. Почтаны теріп болғаннан кейін, далее батырмасын басып, бұл жерде құпия сөзді теремін. Құпия сөз теру үшін мына жерде ағылшын тілінде тұру керек, яғни латинский әріппен. Құпия сөз тергеннен кейін далее батырмасын басамын. Поштаға кірдік. Бұл жерде мына бір нүктелерді басып, Google дискті ашамыз. Google дискті ашқаннан кейін, мына жерде создать етіп, диск. Мына жерде создать етіп, папка жасап аламыз. Кілт, ECP кілт сақтағанға. Кілт деп жасап қойын. Енді создать батырмасын басамыз. Осы кілт деген папкаға кіріп, жаңа тағы да плюс создатьты басып, загрузить файл дейміз. Одан кейін ECP-міз қай жерде тұр, сол папканы таңдаймыз. Осылай мына жерде открыть басамыз. Бізде мына жерде загрузка жүріп жатыр. Міне загрузка болды. Енді осы ECP кілттерді қалай біз ECOF мобайлға кіру үшін қолданатынымызды келесі видеода көрсетемін.